Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай ерекше самсаның жасалу жолымен бөліспекшімін. Бізге ең алдымен ұнымыз қажет болады. Ұнды ыдысымызға салып, міндетті түрде електен өткізілген ұн болу қажет. Суымызға тұзымызды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырып, ұнымызға құйып, соңынан кефирімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырып, орташа қатты қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызды жақсылап иін қандырып елеп болғаннан кейін 15 минутқа бетін жауып тындырып қоятын боламыз. Орташа қатты болу керек. Ішіндегі салмасына ет, құйрық май, пияз және осындай дәмдеуіш. Қамырымызды 10-15 минуттан кейін жақсылап жұқалап жаятын боламыз. Еріген маргаринімізді жақсылап қамырымызға жағып шығатын боламыз. Бір келкетіп жағып болғаннан кейін қамырымыздың екі шетін осындай ортасына біріктіретін боламыз. Арасында ауа болса, ауасын қолмен басып, нығыздап, ауасын шығарып жібереміз. Үстіне тағы да сары майымызды жағып шығатын боламыз. Келкетіп жағып болғаннан кейін тағы да біріктіретін боламыз. Осылай екі шетін тағы да біріктіріп, арасындағы ауасын шығарып жібереміз. Енді төрт бұрыштап осылай кесіп алатын боламыз. Арасы осындай қатпар-қатпар өте әдемі болып шығады, мінекей. Морозильникке жарты сағат, 1 сағатқа қоюларыңызға болады. Мен бірден жасадым, осындай балық формасын жасайтын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін салмамызды салып, үш бұрышты етіп осылай форма береміз. Шанышқының көмегімен осылай басып шығып, енді пышақтың көмегімен балықтың аузын жасайтын боламыз. Шетін біріктіріп, осылай жасап шығамыз. Барлығын жасап болған соң миске салып, жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Енді балықтың көзін осындай бұршақпен жасап шықтым. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40-45 минутта пісіп шықты. Осындай өте қатпарлы, дәмді болып шықты. Егер менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар.